Армысыздар, қадірлі көрермендер, сіздермен Хит ТВ телеарнасы отбасы құпиясы бағдарламасының жүргізушісі журналист Меруерт Айтенова. Біз бүгін әрқайсымызды толғандыратын уақыт пен ақша мамандыққа қаншалықты қатысты деген тақырыпты талқылайтын, тарқататын боламыз. Бізбенен қонақта өздеріңізге белгілі біздің теле жұлдызымыз десек те болады, белгілі ток-шоулардағы тұрақты сарапшы, композитор, әнші және спорт шебері Берік Дихан ағамыз және жазушы ақын сіңліміз Гүлсім Сатыбалда. Сонымен екеуіңіз де өнердің адамысыздар, шығармашылықтың өкілісіздер. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз көп адамды ойландырады. Кейбіреулер ойлауы мүмкін. Осы әншілер, қазір енді танымал әншілердің өмірлері әлеуметтік желілер арқылы әдемі көрінеді. Олардың өмірі бір тамаша секілді, салтанатты секілді қылып қабылдап қалған, енді жай халық оны етене араласып жүрген біздер жақсы білеміз, қайсысының қандай жағдайда өмір сүріп, қандай тірлік шешіп жүргендерін. Ал енді қарапайым халық ойлауы мүмкін. Ақын болса қазір аштан қалатын шығар, көштен қалатын шығар, немесе жай қатардағы әнші болса, олар қалай күн көреді деп. Сонымен жақында ғана «Өмір иірімі» деген әдемі кітабын тұсаукесерін кескелі отырған сіңліміз, және бір ерекшелігі ақындарда осы ақша бола ма деп айтамыз ғой. Бұл қарындасыңыз ақша тұрмақ, Алматыдан 2 бөлмелі пәтер, 2 iPhone, 20 Samsung, умраға 2 адамға қажылыққа бәйге жариялап отыр. Кітап шығарып, енді мен баспагер ретінде білем, кітап шығару деген миллиондаған ақша. Осының сырын сұрайық еді. Байлық қайдан келді бұл ақыңызға? Ал Қош келдік, қош көрдік сіздерді. Бұл жердегі бұл бәйгені жариялап отырған мақсатым, мен бұл 4-ші кітабым, «Өмір иірімдері» атты. Рахмет. Енді осы күздің күні, 4-ші қараша күні шығармашылыққа есеп беру кешін өткізейін деп жатырмын. Енді биыл біраз орта жасқа келдік, шығармашылық есеп берейік деген мақсатта, әрі осы шығармамызды кітап арқылы елге, көпке тарату арқылы біраз адамдарды қуанту мақсатында жақсы бір игі жоба бастап отырмыз. Керемет жоба. Қаласа, осы қазір бұл кітап сатылымда. Осы сатып алған оқырмандардың ішінен сол шығармашылық кеш күні бағалы сыйлықтар дайындап отырмыз. Бұйыртса сатып алған адамдар оқырмандардың ішінен бәйге 30 ойын ойнатылады. 30 ойынға жаңа өзіңіз айтып кеткен ұтыстар тігіліп жатыр. Пәтер деген сұмдық ақша ғой. Сонда қанша кітап шығарып, қаншаға сатайын деп отыр екен деп таңғалып отырмын. Соны мен де таңғалып отырмын. Мәселен, ертеде мынау әлімсақтан келе жатқан мынау молладар, ол кісілер мына мешіт салу арқылы өмірде өзінің сары жолын қалдырып кетеді. Ақын жазушылар жаңа өзінің жазған кітабыменен анау ертеден Абай атамыздан келе жатқан дәстүр, сонымен сіз келешек ұрпақтарға жаңағы өзіңіздің қолтаңбаңызды қалдырып кетесіз. Ал әншілер болса, жаңағы композитор болса, жаңағы өзінің жазған әндеріменен сол өмірге өзінің сары жолын қалдырып, сол жерде қолтаңбасын қалдырады. Ал бұл жерде жаңа Меруерт ханым айтып отқандай, сізде батпан құйрық қаяқтан келіп отыр екен? Соны айтамын. Мысалы, енді мен кітап сатып, 2 бөлмелі үй алып, жаңағы умра дей ма, оны бір айфонның өзі $500 000-нан көп алып тұрады. Әрине. Бір демеушісі бар ау деймін. Жоқ, демеуші жоқ, бірақ қолдап отырған кісілер көп. Енді сөздің ашығы осыны айта кетейін. Біз негізі халықтан үлкен көмек алғанбыз. Жаңағы өмірге қайта келдік десек те болады халықтың арқасында. Содан ойда жүретін халыққа қалай жақсылық жасасам екен, қалай бір игі істеп, бір үлгілі, өнегелі істесем екен деген осыдан енді бір Алланың қалауы, осы кітап шыққаннан кейін осы бір көптен ойда жүрген жобаны жолдасыма айтып, ақылдасып, ол кісінің де қолдауымен осы жобаны бастап отырмыз. Әрине сол сізден білгіміз келеді, әрине құпия болмаса, енді мынау жанұялық құпия
Отбасы құпиясы болғаннан болғаннан кейін кейін сіздің де сол аздап жаңағы құпиялар ашылу керек қой. әрине бұл жерде құпия жоқ, құпиясы жоқ. Мені қолдап отырған жолдасым. Жолдасың заводы ма, фабрикасы сонда сіздің жаңағы кітабыңыз өтілімі сондай керемет болғандығы ма? Сұраныс қазір Аллаға шүкір артып іздеп жатыр. жүріп оқитын кітап болып тұр ғой. Іздеп, сұраныс артып жатыр. Аллаға шүкір қазір 2 аптадай болды жарнамада бұл кітап. Сатылымда біршама саттық. Мынау өнер жолында Кітап оқуға деген бір құмарлықта арттыратын нәрсе ғой. мүмкін ар жағында бір үлкен сиқыр жатқан секілді. Өйткені қазіргі мына заманда, мынау интернеттің заманында кітап қарайтын да уақытымыз да болмайды. Қазір телевизор қараудан өзі қалып қойды. Ең болмаса анау бәйгенің бір шағына ілесіп қаламыз ба деген бір дәмеменен. Әрине, сол мен таңғалдырып отырған сіздің жаңағы осы кітап арқылы соншама үлкен жоба жасап, сыйлық дағайындап жатқаныңызға мен таңғалып отырмын да. Неде таңғалып отырмын? Мен бірінші Мәселен, біз қаншама бір пластика шығарып, соны сатылымға шығарып халыққа дегеннің өзінде де жаңа біздің кейде әнімізді ақтамай қалатын жағдай да болады. Әншілер болса дисктерін сатады бұл кісілер. Иә, мен де өзімде басында солай ойлайтын, сондай пікірде болатынмын. Қазір кім оқиды кітапты? Біз өзімізде интернет телефонға кіріп кеткенбіз ғой. Сол телефон алады, қазір кітапты кім алады деген ойда болып жүруші едім. Бірақ осы кітапты сатылымға шығарғалы көзім жетті. Жоқ, кітап оқитындар көп екен. Сұраныс көп. Жақсы, Аллаға шүкір, мен өзімде қазір арада біраз уақыт үзіліп кітап оқымай қойған болатын. Қазір енді маған оқырмандардың да ықпалы тиіп, мен өзімде қазір кітапқа бет бұрып жатырмын. Демек, уақытты да, ақшаны да бағындыратын кез келген мамандықтың иесі болады екен ғой, майталманы. Әрине. Ақындар аштан өледі деген ұғымды алып тастаймыз. Жалған. Ақындардың да ақыны бар екен, іс шешетін, тірлікті құрайтын. Керемет, әрине, жақсы сұхбат болып отыр. Енді сол кітабыңыз ішінен бір үзінді осы студияда айтып жіберсеңіз. Иә, елден ерекше ұнатып жатқан. Иірімі дегенде соның бір мәйегі болады ғой. Иірімі деген атының өзі бір философиялық мәні бар. Керемет нәрсені меңзеп тұрған жоқ па? Уақытқа байланысты мен бір шумақ өлеңімді айтып берейін. Негізі есіме түсіп отырған айтып берейін. Уақыт, ғасыр, бұлақ бұл, жаратқан тегін, шырақ нұр, жаратқан, қателесіп кеттім ол жерде. Сізде ана бір кейбір ақындар сияқты болды. Толқымаңыз, иә. Кейбір ақындар болады, жазғанын өзі жаттамайды. Менде сондай, қазір ғана шығып сол ақындардың сатысына келіп отырсыз. Иә, қазір ғана ойымда болып тұрған уже есіне шығып Толқып отыр ғой енді, бірінші рет эфирға шығу. Әрине, оңай емес. Ол да оңай емес. Бірақ 4 кітап жазған ақын, енді ол қазір ақын жазушыларды бағаламайды, газет журналды оқымайды, барлық әлеуметтік желіге телініп қалды деген ұғымды ысырып тастайтын осындай бір толқын. Жас толқындар да келіп жатыр. Мен енді баспагер болған соң, ай сайын бізде қанша кітаптар шығып жатыр, соның ішінде өте жас балалар. Жігіттік жасқа енді келген жігіттердің, қыздардың, азаматтық жасқа енді келіп еніп жатқан кітаптарын шығарып жатырмыз, сол кезде таң қаламын. Ересек ойлайды, ересекше жазады. Біздің ойымызды кәдімгі түйреп жазған кезде таң қаламын. Сондықтан да жаңа толқын келе жатыр негізі ақын жазушылар. Иә, рас айтасыз. Керек. Сіздер енді біздің ізімізді басып келе жатқан, 30 жасқа келе жатқан әпеке боласыздар ғой енді мына жастарға. Қазіргі толғандыратын, ойландыратын, оқытатын қандай тақырып екен? Әлбетте махаббат тақырыбы ғой негізі, өлмейтін. Иә, бұл махаббат тақырыбы мәңгілік тақырып десек те болады. Бұл барлық жастағы адамдардың бойынан кездесетін сезімнен жаралған лирика десек болады. Қазір мен өзім оқырмандарымда көп маған түсетіні қоғамдық тақырыпта, отбасылық тақырыпта, бауырлар, ел туралы, туған жер туралы, патриоттық өлеңдер,
олар болғанда бұл тақырыптарда оларды бір сынау ма, мінеу ма, бір өкініш па, олар бір өкпені айту ма, жоқ әлде олардың бәрін жаңа ұлықтап, мақтап, демеп көрсету ма? Көбінде ақындарды нетсең, бір өкініштерін айтып, бір өкпелеп, түйреп, бір ауызбен айтамайтын нәрсесін сартылдатып, өлеңмен айтып жатады да. Мақтап медеу емес, бұл көбінесе мен маған ұсыныс түсетін да, алғыс айту, жаңа шүкіршілік ету, сондай тақырыпта, сондай мақсатта, сондай бағытта сұраныс болады. Абай атамыз айтып кеткен бір шумақ өлең бар. Белгені сайын келеді біле берген емес пе, тілегенің алдыңнан бел асқан соң бел көрінсе, қызыққаннан келмес пе жүре бергің деп. Ал сізді осы жолға итермелеген қандай бір күш болды екен? Қайсы, осы жобаға ма, или шығармашылыққа ма? Шығармашылыққа, жаңағы осы жобаға. Жалпы менің білуімше, Гүлсім ханымның оқыған мамандығы, диплом алған мамандығы мұғалім. Сіз енді мұғалім болып жұмыс жасадыңыз, бірақ бір жолда тастап кеттіңіз бе, әлде соны қосымша жасап жүрсіз бе? Жоқ. Ақындық деген мамандық емес қой енді ол. Енді әрине Мамандық емес қой. Мен педагог 10 жыл жұмыс істедім ұстаздық қызметте. Одан кейін Алматы қаласы Медеу ауданында әкімшілігінде әлеуметтік саласында істедім 10 жыл. Жақында ғана жұмыстан болса, осы шығармашылыққа бет бұрып, осы кешке, осы жобаны жасайын, бір есемді берейін деген мақсатта жұмыстан босап отырмын қазір уақытша. Орта жаста жұмыстан шығып, шығармашылықпен шалқып, рахаттанып өмір сүрейін десе, онда бұл кісінің үйіндегі азамат бір алтын көмбені қазып алды ма? Біз ойлайды екенбіз, бұрын айлыққа жүрген кезде осы жұмыстан босап қалсақ аштан өліп қаламыз деп ойлайды екенбіз. Мен сондай оймен осы күнге дейін келдім. 99% адам сөйтіп ойлайды. Иә, тұрақты табыс болмаса, анау енді өкіметтің жұмыс берекелі, карточкаға түсетін ақша берекелі деп соған телініп отырған қаншама адам бар. Иә, жоқ, керісінше мен 2 ай болдым жұмыстан босаған. Жұмыстан босадыңыз да керемет болып кетті ме сізге? Керемет емес, бірақ мен қаншама шығармашылық қаншама жұмысымды, қанша жылдық атқара алмай жүрген жұмысымды атқарып жатырсыз. Нәтиже шығып жатыр. Енді жыл тамақ келіп тұрса. Таңғаларлығы жаңағы осы өмір ерім атты кітабыңыз енді оқырмандарының ортасына жол тартқан екен. Әрине іске сәт. Сіз осы өмір ерім атты кітабыңыздың тұсаукесеріне жаңағындай үлкен қомақты, мен қателеспесем 2 пәтер дейді. 2 бөлмелі пәтер дейді алмай. 2 бөлмелі пәтер. И сол секілді және үлкен 2 машина дедіңіз ба жаңағы? Жоқ, 2 умраға жолдама. 2 умраға енді Алла қабыл қылсын, енді өйткені сауаптық істеген ол үлкен керемет нәрсе. Сол секілді қомақты сыйлықтар дайындаған екенсіз. Ол әркімнің қолынан келе беретін нәрсе емес. Енді сіз тек қана жаңа зарплатаменен осындай жетістікке жеттім десеңіз, мен сенгім келмейді. Иә. Ал енді бәрі таңғалып қалды. Әрине сол тек қана осы мына кітап арқылы осы жобаменен де жеттім десе де мен енді таңғалып отырмын да. Сонда сіз не құпияңызды ашпайсыз екен сол түсін. Ашсаңшы енді. Бізде бақыттың басқа бір кілті бар шығар. Бір айлыққа телміріп отырған, күйеуінің тапқанына бүйтіп қарап, аузын ашып отырған келіншектер ойлауы мүмкін. Мына орта жасқа келген әпкемізден бізде жаспыз ғой, түріміз бар, тірлігіміз бар, бізде баланы таптық. Алтын көмбені қазатын қандай мүмкіндіктер бар екен деп сұрайды ғой. Иә, жаңада айтып ойланады ғой. Бізде жасыратын ешқандай құпия жоқ. Бұл жерде біріншіден мені қолдап отырған жолдасым. Бізде бұл сумманы, бұл шығынды жабатын толық қаражат жоқ қолымызда, бірақ жартылай бар. Бастадық, келістік, бір Аллаға тәуекел еттік. Керемет. Не деген күйеу? Керемет нәрсе. Онда фотосын көрсетіп қою керек. Үлгі болу керек. Жалқау еркектерге, әйелін қолдамайтын қаншама еркектер бар. Иә. Енді кәсіп бастаған бір еркектің артында мықты бір әйел тұру керек дейді. Бір ұлттың мақалы. Егер де кәсіп бастаған әйел ешқашан үйленбей-ақ қою керек дейді. Қойыңызшы. Үйтетіні кәсіппенен басталған әйел адамның күйеуі қызғаншақ келеді, болмаса көп нәрсеге құптай бермейді. Ал сіздің күйеуіңіздің құлағына алтын сырға
өте мықты азамат екен. Өте мықты. Рахмет Мыңдаған, олар миллиондаған Иә, ер азаматтарға үлгі болады. үлгі болатын азамат екен. Жалпы деймін де адамдар мына жоқтықтан, тұрақты табыстың тоқтап қалуынан қатты қорқады ғой. Иә. Қатты қорқады. Өмір тоқтап қалатын секілді. Қалпынан өзгеріп кететін секілді. Ағын су ағып жатқан емес, теріс қарай ағып кететін секілді. Сондай кезде енді өмір көріп келе жатқан орта жастан одан асып бара жатқан ағатай өзіңізсіз. Осыған қандай түйін айтар едіңіз? Адамдар неге қорқады? Міне қарындасыңыз айтып отыр. Мамандыққа да тәуелді емес екен, береке келем десе. Ақшаға да тәуелді емес Әрине, екен деп. қорқа батыр болдық дейді ғой. Иә. Сол секілді өмір өзі барлығына уақыт емші дейді қазақ. Бір нәрсеге талпынып, қаншама шапқылап, қаншама тер төксеңіз де оған жете алмайды екенсіз. Бірақ Себебі не? Себебі неде? себебі енді оның уақыты келмеген болса керек деп. Өзі уақыты сағаты келген кезде кейбір нәрселер сіз ойламаған сәттен сол бір мезетте порчикадан береді деген секілді сағатып келе қалады. Жоқ, кейбір адамдар ренжиді да, біз күйеуіміз екеуміз дейді, әйеліміз бен күйеуім, ер азаматымызбен өмір бақи еңбектеніп жатырмыз дейді. Бірақ анау жеткен жетістікке мен жетпедім. Көршіміз былай қарасаң бір адам жұмыс жасайды дейді, бірде жасайды, бірде жасамайды, бірақ сол бай тұрады дейді. Әрине ол әркім маңдайына әртүрлі бақ немесе сор жазады, кейде екеуін тең жазады дейді ғой. Сол секілді бұл өмірде адамдардың тағдырына әртүрлі болса керек. Сол көршісіне сіз айтып отқан жаңағы өзі уақыт келіп тұрған болса керек. Енді уақыт келмесе айтып отырмын жаңағы 5 жыл күтесіз бе, 3 жыл күтесіз бе, кейде бір 2 күннен кейін өздігінен өзі Алла тағаланың өзі берері мол. Кейбір нәрсені ойламаған жерден сондай бітіп кететін шаруалар болып жатады. Мәселен, мен осы өнер жолына келу үшін де шамалы тер төктік, еңбек істедік, шақпыладық, жан-жағымызға зерттедік. Соның өзінде де маған енді көп ұзақ уақыт болған жоқ. Бір шамалы 5-6 жылдың шамасында мен кәдімгідей бір белестікке көтерілдім. Жетістікке. Өйтетін соның уақыты келген. Болмаса бұл менің жас кезімнен қуалаған әңгімем емес. Менің жас кезімде мен спортшы болғам, мастер спорт қорғағам, тренер болдым мәселен. Ол кездерде мен өнерді ойламаған. Мәселен, кейде байқасақ, осы өнердің пұшпаған мәңгі илек білетқан азаматтарымыз, азаматшаларымыз бар. Иә, ешқандай танымал емес, қатарда қалып қалғандар мәселен. Енді мен естемін, Алла тағала сол оңынан берген секілді жаңағы маңдайына жазылған нәрсе уақыты келді дейсіз ғой. Сондай болды. Иә, бізде адамдарда мынандай бар ғой, ақшаны жаман көретін адам жоқ қой, енді бәріміз де жақсы көреміз. Ол енді мүмкіндік қой. Иә, ол тіршілік көзі. Бір енді айырбастау құралы есебінде ғана қарауымыз керек та ол ақшаға. Негізі біз шындап қарасақ ақшаны жақсы көреміз, бірақ уақытқа мән бере бермейміз. Уақытты бағаламаймыз. Керісінше біз уақытты бағаласақ, бізге ақша өзі келеді екен. Сондай уақытта да ақшада да береке. Тарқатып. Түйіндеп. Өйткені көрермендердің деңгейі әртүрлі ғой. Бізде жаңағы уақытты бағалау дегеніміз, мысалы біз мысалы жаңа аға айтып отыр ғой, шығармашылықпен бәленбай жыл айналысып келіп жүр, ешқандай жетістікке жете алмайды деп. Жетістікке жетуі мүмкін. Өйткені ол кісінің мақсаты, ойы, мен мына шығармамды шығарсам, мынанша ақша аламын, одан кейін мынаны шығарамын, мынаны жаққа жіберемін. Бірінші пайда жау. Ақшаны ойлайды ол кісі, пайда көзін іздейді, ақша іздейді. Ақшаны ойлайды. Ол кісі керісінше жаңағы, мысалы, кейбір өнер адамдары бар. Түнімен ұйықтамай, күнімен ұйықтайды. Түнімен шығармашылық. Керісінше түнде ұйықтап, азанда жаңа берекенің бәрі таңның нұрынан келеді дейді ғой. Таңда ерте тұрып жаңағы істі бастаса, уақытты бағаласа, ұйқыны азайтып, таңда ерте тұрып, сол адамда енді бұл сіздің көзқарасыңызбен кішкене келісе алғым келмей тұр. Өйтетіні ақын, өнер адамдары, жазушылар, музыканттар барлығы мынау несі шабыты кешке түнде келеді.
Сіз енді білмеймін, күндіз жүре жаза бересіз бе сонда? Ол кешке адамның басы жастыққа тиген кезде бүткіл ой електен күндізгі істеген жұмысыңыз, тірлігіңіздің барлығы содан көз алды экраныңыздан өтеді. Сол кезде бір шабыттар келіп, лып еткізіп, сол кезде қаламменен түртіп алсаңыз, алып қалдыңыз, болмаса өтіп кетсе, уақыт өтсе, бұттан ұмытылып қалады, өтіп кетеді. Сол секілді енді мен жаңа сіз айтасыз, күндіз негізі көп жұмыс істеу керек, түнде демалу керек деген сияқты. Жоқ, былай ғой, түнде келеді дегені, ол тыныштықта келеді деген ғой. Ол күндіз де сіз тыныштық жерді, мысалы таңдауыңыз мүмкін. Тыныштық жерде ол шабыт келе береді. Шабыт сізден сұрап келмейді ғой, түнде келем, күндіз келем деп. Шабыт любой уақытта келеді. Кез келген уақытта келеді. Кештің ортасында келеді. Иә, кеш. Мен сол үшін айтамын ғой, жаңағы барлық нәрсені уақыт белгілейді деп. Уақыты болған кезде өзі. Кез келген уақытта шабыт келген уақытта ойыңа бір ой келеді ғой, жаңағы шабыт келеді. Оны бір енді мүмкін жазамайтын, жолда жүріп жазамайтын сәттер болады. Ол кезде енді телефоныңа түртіп аласың да, бір тыныштық уақытта бүтін бір дүние жасап шығарасың. Ол не обязательно жаңа түнде күтіп, сол шабытты түнде жазам деген негіз бар ғой, Гүлсім, сіңлім. Жалпы деймін да, түнде келеді, сосын кейін 100 грамм шарап ішсек, шабытымыз оянады деп біздің ана жазушы ағаларымыз, журналист ағаларымыз кеңес кезінде бар ғой, өздеріне бір өтірік қулық етіп алған. Сосын олардың шабыты жұма күні кешкеден басталатын. Жұма күні кешке басталады, сол шабыт қуып сөйтіп кетеді. Олардың шабыттары 3-4 жолдастарымен қай жерде болса да сол оянады. Ол қайта оянып жатыр, не істеп жатыр. Әйтеуір дүйсенбі күні қырынып, шайынып, сол жұмыстар. Ал сіздің шабытыңыз қай күні оянады? Сондықтан да ол да бір ағаларымыздың бір қулығы болған ау деп ойлап қоямын да. Өзім де мен шығарманың адамын ғой, былай қарасаңыз. Мен де журналистпін, үлкен баспаны басқарып отырмын. Сондықтан да мысалы мен сол нәрсеге қосылмаймын да, түнде мен ұйықтаймын. Есі дұрыс әйел өзінің тәтті төсегінде ұйықтау керек деп есептеймін мен. 10 жерде шығарма болсаң да. Енді әйел адамсың, табиғатымыз әйел, біз шығарма қудық екен деп 5-6 құрбымызды жинап алып, жұма күні кеттім, келем десең қалай? Сондықтан да ол бір-біріне қабыспайды, ол өзінің уағындағы бір еркелік нәрсе болған деп есептеймін, шығарма адамдарына. Енді мүмкін мен байқасам, ер адамның шабыты мен әйел адамдардың шабыты әртүрлі болатын сияқты. Өйткені жаңағы ханым айтып атпақшы, жұма күні басталады шабыт, түнде басталады, 100 граммнан кейін басталады деген. Ал енді әйел адамдардың шабыты ол кез келген уақытта күндіз жаңағы жұмыс 100 граммнан кейін қандай шабыт болады, ол миың ауып қалмай ма? Денең дел-сал болып, қайдағы шабыт, қайдағы жазу. Ол бір сылтау болған деймін да. Бірақ жан дүниесі, мысалы шығарма адамдардың, Гүлсім сіңлім түсінеді ғой, ақын жанды қыз, мен жазушымын, бізде серіміз ғой. Жан дүниемізде бізде серіміз. Бірақ біздің табиғатымыз әйел, шығыстың әйеліміз, біз бәр серілігімізді буып, кілттеп, кілтті күйеуіміздің мойнына іліп қойғанбыз, екеумізде. Жоқ, олай емес, олай деп айтуға болмайды. Серілік дегенде қана ол біреу деген мойнына ілу арқылы болмаса біреу арқалану арқылы. Ол серілік деген адамның өзінің табиғи тұла бойында болады. Жоқ, бізге бір үйлеспейді ғой, жараспайды ғой. Неге жараспайды? Жоқ, бізде жарқырап жүргіміз келеді, жарқырап күлгіміз келеді, дұрыс па? Рас, ол бір жерлерде шалқып бір ән салғымыз келеді, бір жерде шалқылдап әзілдегіміз керек, бір жерде сопақ болып қаламыз, бір жерде томпақ болып қаламыз, ұят болып қалады. Былай қарасаң төркінің, былай қарасаң қайыншының, былай қарасаң күйеуінің классасы тұрады. Сол ғой енді. Жоқ, олай айтуға болмайды. Әйел адамның да өзінің сұлулығы, табиғаты әрқандай жерде орнын тапса, жарасымдылығын тапса, айнаға қарап мәз болып отыра беріңіз. Керемет серілік көрінеді. Біз сол әйел адамдарға қаратып шабыт аламыз. Жоқ, сіздерге жақсы ғой. Сіздер біреумен әзілдессеңіз де жақсы, біреумен бетіп шығып кетсеңіздер бәрі жарасып үйлесім. Бізге жараспайды. Бірақ жан дүниеміз сері деп айтып жатқанымызда, жаңағы бұл сөз не үшін айтып отырмын? Бұл сөзді жаңағы ағаларымыздың жұма күні кешке біздің шабытымыз оянады, дүйсенбі күні есімізді жинаймыз деген сылтауын айтып отырмын ғой енді. Әрине, ол әрқалай болатын шығар. Ер азаматтарға еркіндік, сол еркіндікті жақсы пайдаланған. Жаңа бір тілге тиегі бітіп айта кеттік, мынау ақша туралы ғой. Мынау айтсақ, шығармашылық пенен ақшаның екеуі екі түрлі бір жағдайдағы сияқты. Бірақ енді шығармашылықты дамыту үшін қаражатсыз да болмайды. Әрине қаражаттың келу мән бері, көзі,
тек қана мен осы өнерімменен болмаса осының арқылы осыны көп табам деген ол соқыр сенім секілді. Ал біздің енді өзіміздің арғы ішкі түйсігімізде ертеңгі ұрпақтарға бір есті ертең айта жүретіндей бір жақсы нәрсе қалдырып берсек, соның өзі үлкен біз үшін бір жетістік, үлкен бір белес. Әркім шыққан тауы биік дейді ғой әрине. Ал енді бұл қаражатқа келсек, білмеймін оны мынау мида бизнес жоспары жоқ адам ол ешқашанда білмеймін ақша таба алады деп ойлай алмаймын, таба алмайды сияқты. Өйткені мен өзім осы бизнеске көп бас сұқтым, бірақ менде сол жоқ екен. Мен соның қабілет жоқ па? Соның ыңғайын келтіре алмадым, мәселен. Ал енді өнерге болса, оның жөні басқа. Иә ғой. Ал енді сіз әзірше мынау өнеріңізбенен жаңағы өзіңіздің өмірге olan көзқарасыңызды, белесіңізді бірге алып келе жатыр екенсіз. Сол жаңағы бір шешіп айт десек, айтпай отырсыз. Бұл баттан көріп қаяқтан келіп отыр, бәріміз қызықтырып отыр негізі. Бүкіл шығармадан қызық болады. Аға екеуміз қызық. Иә. Не де болса азаматы бір көмбені қазған ғой бір жерден деп отырмыз. Мен жолдасым қанша жыл КамАЗ айдап келген. Содан жинаған азын-аулақ ұстап отырған ақшамызды. КамАЗ, біз де айдадық қой КамАЗды. Жоқ, қанша жыл КамАЗист болғандар бір ғой, бай бұлар. КамАЗист, тракторист дегендер қазір бай жігіттер. Қыз-келіншектер бағаламайды. Енді мүмкін, иә. Ағатайым сияқты жылтыраған, шашын бүйтіп бюролап қойған жігіттерге қызығады да, бұл кісілердің несі статустары, видтары күшті ғой. Жоқ, негізі бірақ ақшаналар да болады. Сіздің айтқаныңызда жаны бар шығар, бірақ мен өмірімде барлығын істеп келдім. Мен істемеген мамандығым жоқ, болмаса мен істемеген жұмысым жоқ. Жаңа айтқан КамАЗ істесе, трактор, өйткені ауылда өстік қой. Біз Салбыра баспаннан өсіп түсе қалған жоқпыз. Жоқ, КамАЗист, тракторист ана спортқа дейін жасадыңыз ба сіз сонда жігіт кезіңізде? Вот, спорттан кейін де жасадым. Көрдіңіз бе? Сіз жарты әлемнің чемпионы болып тұрып, қалай трактор айдадыңыз? Енді мынау мен жаңағы спорттан қол үзгеннен кейін тренер болдық. Тренерден қол үзгеннен кейін енді мынау басқа да тірлікке кішкене бейімдігіңіз болды ғой. Қарайып көрейікші. Осы бизнес жасап отқан азаматтарымыз қаншама. Бәрі мықты болып отыр. Енді бір қалжың болса қисықсыз күлуге жақсы дейді. Қалтасында ақшасы бар еркек, қалтасында ақшасы жоқ еркек. Не деуші еді құдай. Өте дұрыс айтасыз. Күлшелі бала сүймекке жақсы деп. Вот. Еркектің бар ғой, түрі де болмай-ақ қойсын, бойы да болмай-ақ қойсын. Ақша табатын ойы болсын, миы болсын. Көрдіңіз бе? Үйде мынау айтады, қалтасында ақшасы болса, ол еркек дейді, анау түрі маймылдан сәл былайырақ болса, ол керемет азамат дейді. Көрдіңіз бе? Ер азаматқа ол көліктің не керегі бар? Ол көлік деген әйел үшін. Ақшасы болса болды, көркі сол. Енді ойлаңызшы, келсаптай аяқ қол сау ер азамат. Ақша таппай үйінде жататын болатын болса, төріңде. Қайсысы сүйкімді? Барлығы айту, жаңа айтып отырмын ғой, барлығы тірлігін істейді. Ер азаматтың барлығы шалқасын өсіп жатады деген мен соғысын істеймін. Ең кемінде ауылда болса тірлік, онау есік алдындағы болса тірлікте істейді ол. Бірақ ар жағына баруға оны дәрмені жоқ. Ми жетпейді, ол дәрмені жоқ. Сол үшін ол жатып қалуы мүмкін. Ата еркектер тырышады. Ал бірақ та жаңа Гүлсімнің сіңілімнің ер азаматын алдына қойып айтып, осы азаматымның әуелі Алла, екінші азаматым арқасы, сол кісі демеуші деп жатқанын мен сыйлап отырмын. Өйткені біз енді әйелдер ақшаны табамыз, статусымыз жасаймыз, бірақ сол статусты, абыройды, ақшаны жасауға бізге энергияны беріп отыратын ер азамат. Ер азаматтың табысы бар ғой, азғантай болса да соған береке дарып кетеді, байқайсың ба? Сен 100 мың теңге тауып келуің мүмкін, ер азаматың бір 50 мың теңге тауып келуі мүмкін, бірақ сол 50 мыңға бір отбасы бір айлық тамағын ішуі мүмкін. Береке дарып кетеді да?
рас, иә. әрине бұл жерде сонда оның да бір тереңде жатқан мағынасы бар да ер азаматтың. әрине ол жерде сіздердің де ойнайтын рөлдеріңіз ең жоғары тұрады. Мына ер азамат қанша миллиондап мал тауып келсе де, оны әйел адам дұрыстап жаратпаса, ол бәрібір аққан су секілді болады. Соны жаратып, соны оқсататын осы сіздерге рахмет. Өздеріңіз секілді есті әйелдер, мәселен, сол ерінің жаңа тапқан 5 тиынның өзін үлкен тау көріп, соны орнына содан берекет кіріп отырды ғой. Содан келеді. Иә, ер адам қанша тапсын, аз тапсын, көз тапсын, көп тапсын, соған шүкіршілік етіп, шүкіршілік етіп отырса, ол ақшада береке болады деп ойлаймын. Сондықтан әйел адамға да байланысты бір жағынан Қаламгер әйелдер үшін, шығармады әйелдер үшін ер азаматтың мойындауы енді ол үлкен нәрсе ғой. Көп шығармашылықтағы қыз келіншектер ер азаматынан тіреу таппаған соң айырылысып жатады еркізден. Басында бізде де болды, шығармашылықпен сен айналыспа, не аласың, әйел адамға әртіс не дейді, адамның жаман әртіс болады деген, әйел адам үйде отыру керек деген сияқты маған пікірлер айтып жүретін. Кейін өзі де жас келе түсіне бастады. Қазір енді Аллаға шүкір қолдап отыр. Бір қолымда қазаным, бір қолымда қаламым деген өміріңізді қабылдады ғой. Әрине, қазір толықтай қабылдады десем де болады. Гүлсімнің күйеуімен бір шай ішу керек екен. Ішінен қызғанып отқан шығарсыз, тұрып отырыңыз енді. Жоқ, менің күйеуім Гүлсімнің күйеуінен де күшті ғой. Әрине. Екеуміздің күйеуімізді қосып бір шай беріп таныстыру керек екен. Әркімдікі өзінде, ай көрінеді көзіне. Сөйтіп екеуміз күйеулерімізді отырысып қойып, қарама-қарсы мақтауымыз керек екен. Ой, онда керемет болды. Онда керемет болды. Сондай бір үйлесім. Өйткені қолына қалам ұстаған әйелдер үшін. Әрине. Мына ақын жанды қолына қалама ұстаған әйел заты өте пиязды, жіңішке, көңілі керемет болады. Осындай адамдардың аузынан шыққан сөздер ер азаматтардың жүрегіне әбден терең бойлайды. Бальзам ғой. Мәселен, бальзам ғой. Кейбір ер азаматтарымыздың әйелдері вообще ондай жақсы екі ауыз тілді айту емес, екі ауыз сөз жөндеп сөйлеудің өзін білмейді. Барлық әйел еркектің алдына келгенде қуланады. Барлығының оған өнері жетеді, ақылы жетеді, өресі жетеді. Бірақ біз қолына қалам ұстаған әйелдер әдемі жасаймыз да оған. Енді ол басқа. Ұқпай қаласыңдар, қайсы өтір қайсы. Әйелдеріңіз енді керемет, мен жақсы білемін. Енді мықты бір қанша ақын достарым бар өздеріңіз секілді, қарындастарымыз бар. Солар кейбір өлеңді құйқылжытып оқыған кезде шіркін-ай өн бойын балып сала береді. Тура сол өлеңнің ішіндегі кейіпкер секілді мына оқып отырған адам. Меруерт әпке айтасыз ғой, біз жаңа қулықпен баурап аламыз деп. Жоқ, менде егер менің бойымда ондай бір қулық, айлакерлік болатын болса, мен баяғыда шығып кетер едім сахнаға. Жоқ, қулық деген ақыл ғой. Сен ақылың болса ғана қолданасың. Ақылың болса ғана ақша жасайсың. Ақылың болса ғана басында бизнес пландар піседі. Ақылың болмаса отырасың. Дұрыс па? Ол қулық дегенді ақыл деп қабылдау керек. Мына ақылды әйелдер, текті әйелдер деп айтамыз. Тектілік тек тұқым қуады, тектіден текті туады деп. Ал ендеше мынау өздеріңіз секілді мықты азаматшалар өмірінің соңына шейін гүлдеп алып кете алады. Ал енді жете алмағандар не істейді? Жарты жолда жаңағы секілді сынып қалатындар. Қанша шығарма әйелдер бар. Әрине. Осыны елдің ішінде көп жүреміз ғой. Қандай әнші қыздар бар. Ой, ана кісілердің әже жасына келіп қалған қанша мен апайларымды көрдім тойларда да, шағын тойларда өлең айтып. Соны айтады, мен дейді самайым ағарып, апа болғанда, әже болғанда шықтым дейді. Біреудің шалы қайтыс болып кеткен бақилық, біреудің шалы қартайған. Жас кезімде дейді, ананың дауысын, енді бар ғой бір Бибігүл апам ба, жаңағы Роза апаларым ба, солар тіріліп, солар тірідей ән салып жатқандай болып маған естілді да, сондай таланттар бар екен. Сол әпкелер айтты маған,
жас кезімізде қандай сұлу едік дейді. Дауысымыз осы еді дейді, танылып тұр. Сонда ана күйеу қызғанады, барған жері шығармайды. Сиыр сауып отырып, ән салғанда бүкіл көршілерім дейді, қораны жағалап тыңдайды екен дейді. Сонда да шығармады ғой көкелерің деп. Көрдіңіз, қанша талант буылып, қысылып қалғанда. Көп қой бізде елде талант. Әрине. Қазір мынау интернет желісінде де көптеген мынау Facebook дейді, мынау Instagram, сосын жаңағы TikTok дейді, сонда бір кейбір қыздар Өздерінің өнерлерімен, актриса. олар ана бір өлеңдерді оқыған кезде ақынжан қыздар Иә. шіркін-ай, қандай ана тәрбиеледі екен, қандай керемет деп отырамыз. Тіпті ана сөзді қаншама кітапта ақтарсам да мен таба алмайтын сияқты мына сондай сөздерді. Сөздер бар ғой, бірақ ана жеткізіп тұрған адамның несі Әрине. болып тұр да. Сол секілді енді өзіңіздің жаңағы есіңізге түскен шығар, ең кемінде қыз кезіңіздегі болсын, бір өзіңіздің жүрегіңіздің түкпірінде қалып қалған бір өлеңіңізді тыңдайық енді. Ақыннан неде сұраймыз, кәде сұраймыз, кәде неде сұраймыз, ол жаңағы өзіңіздің. Жоқ, ең алғашқы бір махаббат туралы бір сол өлең жүректің түбінде қалады. Өйткені мен де ақын қыз болған ғой мектеп кезінде. Сол бір алғашқы бір сезімімді жазған бір өлең мәңгі есімде қалып қалды, 4 жолы. Қараки, іске сәт. Мен оқып берейін онда. Сұрып беріңіз. Сырып тастап махаббаттың қырсығын, шертер болсам көңіл күйдің бір сырын. Бір кездесу керек бізге құрбым-ау, сезер едің сонда жүрек дүрсілін. Міне, осы 4 жол өлең мәңгі есімде қалып қалды. Мен білмейді екен өлеңдерімді. Баяғыда осындай бір сұхбатта мынау жігіттер ғана қыздарға ғашық болады деген әңгімеден басталды да. Иә. Сонда бір көкеміз айтты: жігітке де болады қыздар ғашық, шын берілсең пенде жоқ онан ашық. Бүгінгіні жүрген мен бетін басып, ертеңірек кетеді сенен асып деп. Дұрыс айтты. Сол секілді бұл ақын тілі деген ол керемет тіл ғой. Біздің махаббатымыз, әйелдердің махаббаты, сұмдық махаббат, үнсіз махаббат, жылаған махаббат қой, бірақ ол таза махаббат та, мәңгі. Соны білдіріп кететіндерім сол құлыптарын қиын да, ол құлыптың жаңағы кілті ол табылмайды, сол іштеріңде сол тұншыққан бет алып кететіндеріңіз жаман. Бірақ енді ол мәңгілік мотивация ғой бізге, мәңгілік стимул. Әрине. Бір күндері сонымен кездесіп қалатындай, сол қыз бейнеңде, қыз қылығыңда қаласың. Әрине. Ол тамаша нәрсе ғой. Ол шығарма адамдарына, жалпы творчествоның бағытын ұстаған әйелдерге, қыздарға таңсық тән нәрсе деп мен ойлаймын солай. Сонымен ақшаның да мәселесі, уақыттың да мәселесі мамандыққа емес, адамның өзіне тікелей байланысты екен. Әрине. Өзіңіз енді ізіңізде келе жатқан қыздарға, үй жағдайында қалып қалған әртүрлі талантты қыздарымыз бар біздің. Қаншама қыздар тұншығып, ішінен бұлғып, түйіліп отырған қыздар бар. Соларға қандай кеңес айтасыз? Талант тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді ғой. Алтын қанжар қап түбінде жатпайды деп қойасыз. Егер сіздің бойыңызда Алланың берген қасиеті түбіңізде жататын болса, ол міндетті түрде жарып шығады. Сондықтан бірінші адамға сабырлық керек, шыдамдылық керек. Жаңа өзіңіз айтқандай ақыл керек. Сіз енді айттыңыз ғой, жаңа мен бас кезінде ер азаматым өлеңімді түсінбеді, ең ақымақ әйел, ең әйелдің сорлысы ғана жаңа сендердің қатарларыңа қосылады деп мойындамады деп. Соны енді ақырын болса да, кейбір кезде біздің еркектерімізді өмір бақи мойындатамай кететін. Соны қалай дәлелдеп, қалай мойындатты екен деп отырмын да. Ер азаматта болатын бір қасиет, ал енді мен өз басымда алып айтсам да болады, ешқашанда жүректі алдамау керек. Өзің жүрегің не қалап тұр, не сұрап тұр, үйтетіні бұл 5 күндік өмір, өзі қысқа. Дұрыс айтасыз. Соны жаңағы біреуді алдамай, өзіңді өзің алдамай, нақты бағытыңды алсаң, өмірдің бақыты ләззаты сол деп ойлаймын әрине. Мынау қыздарымызға өте тәнті болып отырмыз әзір.
мына бүгінгі хит тв телеарнасының жүргізушісі Айтенова Меруерт ханымға да үлкен алғысымыз шексіз. Халықтың ортасында жүрген осындай мықты азаматтарымызды әрқашанда өстіп бағдарламаға шақырып, таныстырып, халыққа жол тартып жатады. Көптеген нәрсені мен күнде жібермей қарап отырамын сіздің бағдарламаңызды. Рахмет. Соның қатарында бізді шақырғаныңызға сізге де дән ризамыз. Ісіңізге сәттілік тілейміз. Қыздарымыз ешқашан шаршамасын, шабыттарыңыз жана берсін. Рахмет. Деген білем. Сіздердің баталарыңызбен, ер азаматтың батасымен көреміз ғой. Шынында да жаңа сұрақты бекер қойған жоқпын. Не бір талантты қыздар бар. Тек қана ән салатын емес, қолына қалам ұстаған емес, кәдімгі жап-жақсы тігін тігетін, иә? Иә, әртүрлі қоғамда. Жап-жақсы бір тоқымаларды тоқитын, немесе тағы да бір сурет салатын болсын, әртүрлі біздің талантты қыздарымыз бар. Солардың өзі отбасына байланып қалып жатқан жағдайлар бар. Мен жақында ғана бір қазақтың сондай қызын сөйтіп булығып, түйіліп жатқан жерінен жұлып алып, жаңа өмірге қадам басуына мүмкіндік жасап жатырмын. Ол мен жасап жатырмын деймін, әуелі Алла. Өзім басқаратын осындай мықты ханымдардың тобы бар, соларды ұйымдастырып. Енді қысқа ғана нетейін, басқа қыздарға да үлгі болсын. Сол келіншек тәп-тәуір көйлек тігеді екен де. Анан тіккен көйлектер маған жіберген кезде таң қалдым. Кәдімгі менің өзіме белгілі дизайнер тігеді, татардың қызы. Ана татардың қызынан қалмайды. Керемет қазақтың әп-әдемі ауылдан шыққан ақ қызы. Соны тәп-тәуір өзімнің бір шеберханамды ашып солай гүлденіп келе жатқан дейді. Енді тігінші қыз болғаннан кейін шашымды түйем, бетімді бояйым, алдым адамдар келеді, сәнденіп отырамын, соны күйеуім қызғанып дейді, ұрыс керіс, айғай-шу, анау-мынау. Сонымен шығарып алды дейді. Енді дейді, жүрген жерімді айтсам сіз ренжисіз дейді, мен бір жерде пол жуып жүрмін дейді. Сұмдық-ай. Мен айтам, анандай талантпен сен ертең белгілі дизайнер болып кетуің мүмкін. Біз секілді бір-екі адамға көйлек тіккеннен кейін болды, сенің жолың ашылады. Сондықтан да күйеуіңе менің фотомды, видеоларымды көрсет. Анау телевизорде күніге көретін Меруерт Айтенова журналист апайың бүгіннен бастап сіңлісі боламын. Маған ақ батаңды бер деп, соның ақ батасын алып маған хабарлас деді. Сосын жаңа менің фотомды, видеомды көрсетпей-ақ, менің фамилиямды айтқаннан кейін ол өзі біледі екен. Сонымен жарайды, сол әпкеңнің қасына барсаң, ақ батамды берем депті. Міне бүгін осы эфирдан кейін Алла бұйырса мен сол қыздың алғашқы шеберханасының ашылуын жасап, тігін мәшинелерін қойып, керемет. біздің батамызбен көгерейін деп жатыр. Сондықтан да енді біз секілді әпкелер әрине боламын деп жатқан қыз-келіншектердің белін буады. Іскерлікке барам, қолымнан осындай тірлік келеді деген. Бірақ та үйіндегі ер азаматтары осы бағдарламаны пайдаланып айтқым келеді да, ер азаматтар, айналайындар, егер де жан-жарыңыздың қолынан бір тірлік келетін болса, оқыған, көзі ашық, көкірек санасы ояу, бір әрекет жасаймын деген әйел болса, оны ұстамаңыздар. Қазіргі заман еркек әйелді, әйел еркекті ауыздықтап отыратын, тұзақтап отыратын заман емес, әрине. Бір тамақ бір үйде жасалынады. Иә. Менің де өмірімді қарайды ғой елдер. Мына кісі ана телевизорда отырады, мына ток-шоуда отырады, анда жүреді, мұнда жүреді, журналын шығарып жатыр, кітабын шығарып жатыр. Қай кезде отбасына барып үлгереді деп. Соның өзінде де менің үйімде бір ыстық тамақ күніне бір рет жасалынады. Қай кезде жасалынады? Қалай ішеміз? Қалай көңіліміз тауып жатырмыз? Енді ол біздің ішкі мәселеміз. Бірақ та отбасы сол өзінің орнында тұр. Әрине. Сол себептен де талантты әйелдерді, қолынан тірлік келетін әйелдерді ұстаудың керегі жоқ. Қайын жұрттар да сондай. Қазір енді шығарма адамдарын, әнші адамдарды, биші адамдарды, немесе жаңағыдай дизайнер қыздарды ең соңғы сортты емес, ең алдыңғы сортқа шығып кетті ғой. Негізі жолдасы көбісі қызғанғаннан туады ғой бұндай мәселе сондай. Негізі мұсылманда шариғатта қызғанбаған еркек емес дейді ғой. Бірақ ол қызғанғанның да өзінің орны бар деп ойлаймын. Шегі болу керек. Шегі болу керек. Әрине оны қызғансын көшеден, мысалы жалаңаш жүруден, мысалы жалаңбас жүруден, ашық-шашық жүруден қызғану керек шығар, енді жаңағы артық сөзден, артық күлкіден мысалы. Бірақ мынандай өнерінен, талабынан, талантынан қызғанады деген еркектерге түсінбеймін. Енді менің жолдасымның басында өтті деп отырмын ғой. Соңғы кезде әлеуметтік желі деген жақсы болды ғой. Әлеуметтік желіде жаңа Facebook,
желісінде, Инстаграм желісінде маған көптеген оқырмандардың пікірі ықпал еткен шығар деп ойлаймын да жолдасыма. Иә, жақсы пікірлері. Ой, сен баяғы таныстарың шығады. Ол кезде болса да сен баяғыда ондай едің, мұндай едің, қазір ондай болып кеткен шығарсың, енді көпте көрмеген. Жоқ болып кеттің, қазір сен сондай жерде жүрген шығарсың деген сияқты әңгімелері енді ықпал еткен шығар деп ойлаймын жолдасыма. Сондықтан да өзің бастапқы әңгімелерінен мен байқаймын да, сен анау жазыпты, мынау жазып. Бұрындары біреу сөйлесе қызғанатын. Қазір уже ер адам болсын, әйел адам болсын, жақсы пікірді қолдап, жаймен мені жаңағы кітабыңды шығарасың ба деген сияқты бастап, қазір енді осындай жобаға келіп отырмыз. Тамаша. Әрине. Жүрегінің түбінде, санасының түбінде өзі бір ақылды жігіт болып тұр ғой. Өзі ақылды, көкірек санасы ояу, сондай жігіт болып тұр. Негізінде әйел адамды қысып, әйел адамды тұзақтап, жаңағы, ол не ол үйден шықпайтын әйел. Кез келген әйел тамақ жасайды, бала таппайтын әйел жоқ тұрарын айт дейді. Аллаға шүкір, бір үйдің әйелі болған соң, ол бір үйдің тірлігін ұқсатады, үйлестіреді. Әрине. Ал енді оны одан сайын ауыздықтап қою деген енді. Негізі айтады ғой, шекараны бұзу деп. әйелдің қайласы 40 ешекке жүк болады деп. Үйдеріне кезінде бір әйел патшаға барған екен, осындай күйеуім тыңдамайды, маған соны зерік тұрып беріңіз деп. Патша айтқан, анау хендала жүрген арыстан бар, соның бір талын мұртын жұлып алып келсеңіз, мен сізге күйеуіңізді тізерлетіп беремін деп. Одан әйел етті алады, алыстан лақтырады, сөйтіп жүріп ана арыстан әйелдің етегіне басын қойып жатып ұйықтайтын болды. Соның мұртын жұлып алып келемін, патша ағзам алып келдім сізге деп. Десе патша айтқан, мына әйелге 40 дүре салыңдар деп. Ой, патша ағзам, сіз неге өйттіңіз? Мен айтқан істедім ғой. Десе айтады дейді, сен ана жыртқыш хайуанды бағындырғанда тілді білетін мына хайуанды бағындыра алмайсың ба, сол үшін саған салынған дүре. Ендеше еркектің жаңағы көңіл-күйін табу, соны бағындыру, ол түкте тұратын нәрсе емес. Ер азамат мынау балаң сияқты. Оның қарны тоқ болса, ашу жоқ кезде айтсаңыз біз жайыл барлығын орындаймыз. Ол ашуланып сырттан бірден келген кезде жаңағы жарасына тұз сепсеңіз, ол әрине жыртқыштан артық болып кетеді. Сол үшін мына әйел заттарына айтатыным, ерді бағындыра алмаймын деген әйелге мен көп қосыла бермеймін. Қалай болмасын, оның бір жұмсақ жері бар. Сол жағынан ұстасаңыз, сіз бағындырмайтын еркек болмайды деп. Әрине. Иіні жұмсақ емес, ер азамат жоқ дейсіз ғой. Да, конечно. Жалпы осы жерде жас қыздарымызға, келіншектерімізге, енді отбасы болып жатқан келіншектерге бір әпкелік наз, ақыл деп айтсақ та болады. Ер азамат жалпы ер азаматта табиғатынан нан тапқыш қой, енді сырттан бұрынғы кездерде мысалы жыртқыштармен алысып, жұлысып, солардың бәрін үйіне тамақ етіп алып келген. Ол үйіне келген соң, болды, ол демалады. Үй деген оның тыныштығы, оның қамалы. Мысалы бір жыртқыш қуып келе артынан, ол келіп апанына келіп тығылмай ма? Кезінде мысалы бастапқы біздің адамзаттың несінде, табиғатында. Сол апанға келіп тығылатын еркектің табиғаты өзгеріп кеткен жоқ. Оны біз қалай түсінуіміз керек? Қазіргі ұғыммен. Ер азамат ол сыртқа шығып кеткен соң, оның көше өмірі бар. Көшедегі талас тартыс бар. Сосын ана еркектердің әлемін әйелдер өмір бақи ұқпай кеткендіктен де том-том кітаптар жазылып, том-том психологтар, коучтар шығып, ақыл үйретіп, еркек пен әйелді табыстырғысы, бір-бірімен таныстырғысы келіп, дүрлігіп, жаңа тірлік жасап, одан ақша жазып, пайда көзіне айландырып отыр да. Негізінде жай ғана ұғым. Еркек адам түздікі болған соң, ол үйіне келді, ол апанына келді, ол оның қамалы. Ол қамалына келген соң, ол да толық тыныштық болу керек. Әйел адам ол ызыңдап емес, басқа жағымен тірлігін шешіп. Ана әйелдерді өзі мынандай ғой. Ми қауашағымыз бар ғой, 4 жағымыз жұмыс істеп кетеді біздің. Бәрін ойлап тұрамыз ғой. Жан-жақты бүйтіп қараймыз, бәрін ойлаймыз. Біреу бір нәрсе айтса, соң 40 варианты кетеді мына жақта. Бәрін меңгеріп ойлап жатамыз. Сосын ана машинаны айдап келе жатып, ана телефонда істеп жатады, аяқ машина айдап келе жатып, қолынан
бәрін шешіп, бәрін үйлестіріп, тірлік шешіп, ананы реттеп сөйтіп жатамыз. А ер азаматқа таңертең тұрып алып, анау болмайды деп айтшы, бұл тіреліп қалды, ол болмайды ол. Олды оның бүкіл көңіл күйін бұздың. Немесе кешке таман жұмыстан шаршап келді, сен бір нәрсені болмайды деп айттың, бітті, ол ұрыс керіс, ол үйде дұрыс тамақ іш, тәтті тамақ болмайды. Ары қарай тіпті тәтті еш нәрсе болмайды. Одан өзің көңілің түседі. Сол себептен де айналайын қыздар, келіншектер, ер азаматыңыз өзінің апанына келген кезде ол өзінің тыныштығын іздейді. Сол тыныштықты жасауымыз керек. Сол тыныштықты жасаған әйел мінекей Гүлсім сіңлім секілді, мен секілді бір күйеумен мәңгі бақи өмір сүреді ғой енді. Әрине. Сол бір азғантай ғана ұғым, сол ұғымды былай да тартамыз, бәріміз атқа мініп алдық, атқа мінгізіп қойған ер азаматтарымызға рахмет. Әуелі Құдай бізді атқа мінгізіп қойды. Қоғамның өмірі, қоғамның тезі мінгізіп қойды, және ер азаматтарымыз. Атқа мініп алып, шауып, бәріміз ер азаматты аттап өтіп кете берсек не болады? Бәрібір табиғаттың несі ғой, енді мойындаңызшы. Әрине. Еркек әйелге керек, әйел еркекке керек. Бәрібір соны іздейді. Онсыз болмайды. Ол табиғаттың заңдылығы, иә. Құдай әу баса соны жаратқан. Жаратылыстағы негізіміз сондай. Соны айналып жүрміз. Том кітаптар жазып Бұл жерде сол даналар шешілмейтін әңгіме жоқ, сол тек қана тіл табысу ғой сол жаңағы. Иә. Егерде соның жаңағы идеясын өтетіндей дұрыс пікір айтсаңыз, тыңдамайтын адам жоқ. Бәрі тыңдайды. Сосын жаңағы енді бұл үлкен басқа тақырып қой енді. Бірақ енді бүгінгі сіздің мынау шығармаңызбенен осында қауышып отқанымыз. Ақындар аштан өлмейді екен, қолына қалам ұстаған, қыз келіншектерді де қадірлейтін, ақылы тереңде жатқан ер азаматтар бар екен дегенді бүгін насихаттап отырмыз. Иә, Аллаға шүкір. Барлық қыз келіншектерге тілеймін. Егер қолыңызда, бойыңызда жаңа өнеріңіз болатын болса, оны буып қоймаңыз дейсіз. Буып қоймаңыз, міндетті түрде оны шығарыңыз. Жаймен шығарыңыз. Оңашада егер мысалы только ақын емес, жаңағыдай сіз айтқандай тігінші болсын, болмаса биші болсын, бір актер болсын, актриса болсын, барлығын жаймен шығарып. Бір әдемі бір мүсіндеп бүйтіп жасайтын да қыздар болады, кілем тоқитын қыздар болады. Керемет өнері бар қыздар бар ғой бізде, келіншектер бар ғой. Егер ар жағында санасы бар еркек болса, оны міндетті түрде қолдайды деп ойлаймын. Санасыз еркек жоқ шығар бізде.